Жиі таңертең оянғанда басыңыз ауырлап, қорғасынмен тылғандай сезінесіз бе? Қан қысым өлшегіш тағы да қорқынышты сандарды көрсеткенде, жүрегіңіз бірде балғадай дүрсілдеп, бірде тоқтап қалғандай бола ма? Таңертең бір, кешке бір уыз таблетка ішесіз, бірақ қысым бәрібір секіріп тұрады. Өмірдің қуанышын тартып, шашатып тастайды. Ал егер мен сізге айтар болсам, жоғары қан қысымын бақылауға алып, көптен аңсаған 120 салу көрсеткішке қайтып оралуға көмектесетін шешім сіздің ас үйіңізде тұрғанын білесіз бе? Иә, сіз қателескен жоқсыз. Бар болғаны бір тіс сарымсақ. Бірақ асықпаңыз, бетіңізді тыржитып, видеоны сөндірмеңіз. Әңгіме оны жай ғана шайнап, асқазанды күйдіріп тастау жайында емес. Бүгін мен сізге кеңестік кардиологтардың ұмыт бола жаздаған алтын құпиясын ашамын. Бұл әдісті ескі мектептің профессорлары партия элитасы үшін қолданған. Ол оларға қартайғанша айқын ой мен мықты тамырды сақтауға көмектескен. Неліктен қазір бұл туралы ешкім айтпайды, себебі ол тым қарапайым және тым арзан. Фармацевтикалық алпауыттарға сіздің арзан әрі тиімді жолмен сауығып кетуіңіз тиімсіз. Бірақ менің ойымша, сіз шындықты білуге лайықсыз. Бұл видеода мен сізге жай ғана бір рецепт емес, тұтас жүйені көрсетемін. Қарапайым сарымсақты жоғары қан қысымына қарсы қуатты қаруға айналдыратын тәсілді. Соңына дейін көріңіз, өміріңіз өзгереді. Егер сіз мұнда өз денсаулығыңыз үшін болсаңыз, егер арнамызды қолдағыңыз келсе, видеоны ұнатып, каналға тіркеліңіз. Сіздің қолдауыңыз ең үлкен алғыс. Ендеше, неге дәл сарымсақ? Көпшілік, ой, жаңалық аштың ба деп ойлауы мүмкін. Иә, сарымсақтың пайдалы екенін бәрі біледі. Бірақ қадірлі көрермен, асықпаңыз. Оның пайдалы екенін білу мен оны өз тамырларыңызға жұмыс істету бұл екі түрлі нәрсе. Бүкіл құпия бір ерекше сиқырлы затта, аллицинде. Бұл ең қуатты табиғи компонент. Ол тек сарымсақты кескенде, жаншығанда немесе ұсақтағанда ғана пайда болады. Ал ол не істейді? Қарапайым тілмен айтқанда, ол артерия қабырғаларын босаңсытады. Елестетіп көріңізші, бақша шлангысын біреу басып тұр делік, су әрең өтеді, қысым күшейеді. Сол сияқты біздің тамырларда да болады. Тамырлар қысылып, қанның өтуі қиындайды, қысым көтеріледі. Жүрек қанды итеріп өткізуге тырысып шаршайды. Ал аллицин сол шлангіден аяқты жайлап алып тастайтын мейірімді, бірақ қуатты қол іспетті. Ол спазмды босатады, тамырлар кеңейеді. Қан еркін жеңіл аға бастайды. Ал қысым, қадірлі көрермен, біртіндеп төмендейді. Бірақ дәл осы жерде ең басты кілт бізге айтылмай жүрген құпия жасырылған. Мен бір ескі профессорды еске аламын, кеңестік мектептің нағыз өкілі еді. Ол жоғары шенділер денсаулығын қалтына келтіретін жабық кардиологиялық санаторийде жұмыс істеген. Сол кісі үнемі айтатын, адамдар сарымсақтың барлық пайдасын өздері жойып жібереді. Біз оны дұрыс пайдаланбаймыз. Қараңыз, сарымсақты ыстық табаға тастаймыз, қуырамыз. Аллицин сол сәттек жойылады. Сіздің табағыңызға жетпей қалады. Ал егер сарымсақты көп мөлшерде шикі күйінде жесек, мысалы борщпен бірге, онда асқазанға, ішекке, ұйқы безіне ауыр соққы болады. Тамырларға пайдасы 0, тек зиян мен күйдіргі. Профессорлар мұны өз көздерімен көрген. Адам сарымсақ жейді, бірақ қысым бәрібір секіреді. Неге? Себебі аллицин өте мінезді зат. Ол тек санаулы минуттар ғана өмір сүреді. Сіз сарымсақты жаншығаннан кейін бірнеше минут өткен соң-ақ тотығып өз күшін жоғалтады. Біздің міндетіміз оны жай ғана алу емес, оны тұрақтандыру. Яғни ұзақ уақытқа дейін оның пайдасын сақтау. Сол профессор айтатын, бізге сарымсақтың өзі емес, оның тірі күші, оның мәні керек. Кеңестік мамандар аллицинді шығарып алып, оны сақтап, дәл тамырларға жеткізудің жолын іздеді. Әрі басқа ағзаларға зиян тигізбеуді көздеді. Олар түсінді, арнайы өткізгіш керек. Сарымсақтың бар пайдалы затын тамшысына дейін сіңіріп алып, оны сақтай алатын, әрі оның өткір әсерін жұмсарта алатын орта қажет. Және олар бұл тәсілді тапты. Бұл жай ғана бір тіс сарымсақ жеу емес.
Бұл тұтас процесс, нағыз алхимия. Ол қарапайым өнімді жүрек пен қан тамырлар үшін нағыз эликсирге айналдырады. Дәл осы себепті сорпаға немесе салатқа қосқан жай сарымсақ сізге Кремль рецепті берген әсерді ешқашан бермейді. Сіз тек аз ғана бөлігін, шамамен 1-2% ғана аласыз. Ал 99%-ның күші ұшып кетеді. Ал біздің мақсатымыз сол 100%-дық қуатты түгел алу. Біздің міндетіміз әрбір тамшы тамырлардағы холестериннен тазаруға, олардың серпімді болуына және жас қалпына келуіне жұмыс істеу. Ал енді келесі бөлімде мен сізге дәл сол қадам-қадаммен жасалатын алтын рецепті айтамын. Осы күшті қалай оятып, сақтап қалуға болатынын. Енді қадірлі көрермендер, өте мұқият тыңдаңыздар. Қолыңызға қалам мен қағаз алыңыз, немесе есте сақтаңыз. Мен дәріханада айтып тұрғандай, баяу әрі анық түсіндіремін. Бұл біз дайындайтын нағыз алтын рецепт. Бізге бар болғаны 3 қарапайым компонент қажет. Бірақ бар құпия, олардың мөлшерінде және дайындалу процесінде. Бірінші, бізге жақсы, ащы, иісі өткір сарымсақ қажет. Қытай сарымсақ емес. Өзіміздің иісі мұрын жаратын нағыз сарымсақ керек. Бізге дәл 350 грамм тазаланған, аппақ, таза тістерін алу қажет. Қайталаймын, 350 грамм. Бұл шамамен 3-4 ірі бас сарымсақ. Бірақ ең дұрысы ас үй таразысына тартып алу. Бұл жерде дәлдік біздің басты серіктесіміз. Екінші, бізге лимон керек. Лимондар жаңа, қабығы жұқа және шырынды болуы тиіс. Дәл 6 данасын алыңыз. 6 орташа піскен лимон қажет. Үшінші, бізге табиғи сапалы бал қажет. Ең жақсысы жөке немесе гүлбалын алу. Қарақұмық балы тым қою және ағзаға ауыр болуы мүмкін. Бал мөлшері де дәл 350 грамм болуы тиіс. Көрдіңіз бе? Қандай қызық сәйкестік. Сарымсақтың салмағы мен балбың салмағы тең болуы керек. Бір кесте, бір кестеге. Енді ең маңыздысы дайындалу процесі. Бастаймыз біздің алхимиямызды. Бірінші қадам – лимон. Барлық 6 лимонды мұқият жуып алыңыз. Тіпті щеткамен ыстық судың астында жақсылап жуымыз. Себебі біз оларды қабығымен бірге қолданамыз. Ал дәл сол қабықта нағыз күш жатыр. Онда тамырларға пайдалы барлық эфир майлары бар. Лимондарды қайнаған сумен күйдіріп сүртіп құрғатыңыз. Міндетті түрде ішіндегі барлық дәндерін алып тастаңыз. Бұл өте маңызды. Өйткені дәндер ащы дәм береді. Ол бізге мүлде қажет емес. Екінші қадам – ет тартқыш. Иә, дәл сол ескі, жақсы ет тартқышты алыңыз. Блендер емес. Блендер өнімді соғып қыздырып жібереді. Ал бізге керегі баяу және дұрыс ұсақтау. Барлық 350 грамм тазаланған сарымсақты ет тартқыштан өткіземіз. Артынан бірден барлық 6 лимонды кесіп, қабығымен, бірақ дәнсіз күйінде қосып өткіземіз. Үшінші қадам. Біз әдемі, хош иісті ботқаны алдық. Енді оны таза әрі құрғақ шыны ыдысқа саламыз. Енді мұқият болыңыз. Осы жерге 350 грамм балды қосамыз. Балды қосқан соң, оны өте жайлап, ағаш немесе силикон қасықпен араластырамыз. Ешқашан металл қасық қолданбаңыз. Металл потықтану процесін туғызады және барлық пайдасын жояды. Араластыруды төменнен жоғары қарай баяу істеңіз. Бал, сарымсақ және лимон бір-бірімен үйлесіп бір тұтас болсын. Төртінші қадам. Ең маңыздысы. Асықпаңыз. Әзір жемеу керек. Дәл осы жерде көп адам қателеседі. Бұл эликсирдің пісіп жетілуі қажет. Біз банканы тығыз қақпақпен емес, дәке немесе таза мата кесіндісімен жауып қоямыз. Қоспа тыныстауы керек. Банка салқын әрі қараңғы жерге қойылады. Бірақ тоңазытқышқа емес, ас үйдегі шкафқа, пештен алыс жерге. Сосын оны 10 күнге ұмытып кетеміз. Қайталаймын, 10 күн.
Осы уақыт ішінде сарымсақ өз күшін толық береді. Алицин бал мен лимон қышқылының әсерінен тұрақтанып, барлық ащылығы мен агрессиясы жойылады. Соңында тек таза пайда ғана қалады. 5-ші қадам. 10 күн өткен соң банкамызды аламыз да, бәрін қайтадан жақсылап араластырамыз. Еш нәрсені сүзудің қажеті жоқ. Сізге тек осыны жасап, дұрыс қабылдау тәсілін білу ғана қалады. Бірақ ең бастысы, асықпай, жүрекпен жасау. Өйткені бұл жай ғана қоспа емес, табиғаттың өз қолымен сыйлаған шипа. Егер осы әдіс сізге пайдалы болып көрінсе, видеоны ұнатып, каналға тіркеліңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін ең үлкен шабыт. Енді дайын болған қоспаны тоңазытқышқа қойыңыз. Біздің алтын эликсир дайын. Енді оны қалай қабылдау керек? Қабылдауды ақылмен жасаған жөн. Қатаң түрде күніне 2 рет, 1 шай қасықтан қабылдау қажет. Таңертең таңғы асқа 15-20 минут қалғанда, аш қарынға. Кешке ұйықтардан 1 сағат бұрын. Бірақ асығып жұтып қоймаңыз. 1 шай қасық қоспаны аузыңызға алып, баяу ерітін кәмпит секілді ұстап ерітіңіз. Осылайша барлық пайдалы заттар ауыз қуысында сіңіп, бірден қанға өтеді. Ішуге болады, бірақ бірден емес, 2 минуттан кейін ғана. Жай ғана таза, жылы емес суды ішіңіз. Емдеу курсы дәл 1 ай. Одан кейін үзіліс жасау керек. Мұнда 2 курс көктемде және күзде сіздің тамырларыңыздың саулығын сақтауға жеткілікті болады. Қадірлі көрермен, мен сізге бұл рецепті адал көңілмен айтып отырмын. Себебі оның шын күшін білемін. Бірақ егер мен сізді ескертпесем, онда дәрігер емес, жалған емші болар едім. Бұл рецепт қаншалықты пайдалы болса да, өте белсенді және қуатты құрал. Ал кез келген күшті ем секілді, оның да өзіне тән қарсы көрсетілімдері бар. Сондықтан сізден бұл мәселеге барынша жауапкершілікпен қарауыңызды өтінемін. Сіздің денсаулығыңыз ең басты байлығыңыз. Ал біздің ұстанымымыз зиян келтірме. Бірінші кезекте есте сақтаңыз. Егер сізде асқазан ішек жолының қандай да бір аурулары болса, бұл рецепті қолдануға болмайды. Қатаң түрде тыйым салынады. Егер сізде жоғары қышқылдықпен гастрит болса, немесе Құдай сақтасын, асқазан мен 12 елі ішектің жарасы болса, бұл әдісті ұмытыңыз. Сарымсақ пен лимон балмен жұмсартылған күннің өзінде де қатты асқынуға, іштің ауруына, күйдіргіге әкелуі мүмкін. Тәуекел етпеңіз. Екінші, егер сізде ұйқы безімен мәселе болса, яғни панкреатит, әсіресе созылмалы түрі болса, бұл эликсир сізге де жарамайды. Себебі ол әлсіреген ағзаға тым үлкен жүк түсіреді. Үшінші, егер сізде бүйрек аурулары бар болса, мысалы пиелонефрит немесе несеп тас ауруы асқынған күйде болса, оны қолданудан бас тарту керек. Төртінші және ең маңыздысы, егер сіз қазір қандай да бір дәрі-дәрмек қабылдап жүрсеңіз, әсіресе қанды сұйылтатын дәрілер, аспирин, кардиомагнил, варфарин және басқа антикоагулянттар болса, бұл эликсирді дәрігердің рұқсатынсыз бастауға болмайды. Себебі сарымсақтың өзі қанды сұйылтатын қасиетке ие. Егер сіз оны дәрілермен бірге қабылдасаңыз, қосарланған әсер алып, бұл қауіпті жағдайға, тіпті қан кетуге әкелуі мүмкін. Ең бастысы, мен сізге жеткізгім келеді. Өтінемін, мұқият тыңдаңыз. Бұл рецепт сіздің дәрігеріңіз жазып берген дәрілердің орнын алмастырмайды. Ешқашан өз бетіңізше қысым түсіретін дәрілеріңізді тоқтатпаңыз. Бұл эликсир көмекші құрал. Ол негізгі емді толықтырып, ағзаны қалпына келтіруге жәрдемдеседі. Тамырларды тазартады, икемдіре кетеді, денеге дем береді. Бірақ ол бір күнде ондаған жыл жиналған гипертонияны емдейтін ғажайып құрал емес. Сондықтан менің сізге ақыл кеңесім. Дүкенге лимон іздеп жүгірмес бұрын, ең алдымен өз дәрігеріңізге барып, осы рецепт туралы айтып кеңесіңіз. Дәрігер, маған бұл тәсілді қолдануға бола ма? Бұл менің асқазаныма зиян келтірмей ме?
менің дәрілеріме әсер етпей ме деп сұраңыз. Сіздің дәрігеріңіз ғана сіздің ауру тарихыңызды, талдауларыңызды көріп, нақты және дұрыс жауап бере алады. Сондықтан даналық танытыңыз. Сонымен біздің алтын эликсир тоңазытқышта тұр. Біз оны қабылдай бастаймыз. Бірақ қазір мен сізге сол кеңестік кардиологтардың құпиясының екінші кем емес маңызды бөлігін ашамын. Сол данагой профессор санаторийде үнемі айтатын: дәрі берумен іс бітпейді. Ең бастысы, ағзаны оны қабылдап, дұрыс пайдалана алуға үйрету. Ол мүлде дұрыс айтқан. Адам ағзасы бұл тұтас жүйе. Егер біз тамырларды тазалап, кейін сол сәтте қайта лаластай берсек, еш нәтиже болмайды. Қысымды түсіреміз деп сол уақытта өзіміз жүйкемізді босқа жұқартсақ, ол қысым қайта көтеріледі. Түсіндіңіз бе? Біздің сарымсақ эликсиріміз спазмды жояды, бляшкаларды тазартады. Бірақ егер сіз оны артынан майлы торттың тілімдерімен жеп қойсаңыз, немесе әр ұсақ нәрсеге бола жүйкеңізді тоздырсаңыз, тамырлар қайта қысылып, барлық еңбегіңіз зая кетеді. Сондықтан сол кеңестік дәрігерлер әр пациентке екі қарапайым, бірақ данышпандық кеңес беретін. Сол екі ережесіз біздің рецепт тек жартылай ғана әсер етеді. Бірінші ереже – дұрыс стакан су. Егер бұл кеңес сізге пайдалы болса, видеоны ұнатып, каналға тіркеліңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін ең үлкен мотивация. Біз оянғаннан кейін не істейміз? Көпшілігіміз ас үйге барып, бірден шай немесе, Құдай сақтасын, қою кофе ішеміз. Ал бұл ағзаға үлкен стресс. Түн ішінде біздің қанымыз қоюланып, желімдей жабысқақ күйге енеді. Жүрек оны тамырлар арқылы итеріп өткізу үшін зор күш жұмсайды. Ал біз не істейміз? Біз кофеин қосып, тамырларды одан әрі қысып тастаймыз. Немесе шай ішеміз. Ол да несе байдайтын әсер беріп, қанды одан сайын қоюлатады. Бұл өз жүрегіңізге қарсы жасалған нағыз қылмыс. Кеңестік дәрігерлер барлық пациенттерін бір нәрсеге үйреткен. Көзді ашқан сәттен бастап, бетіңізді жумай тұрып, бір стакан таза, жылы суды ішіңіз. Су суық болмауы керек, өйткені ол асқазанды қысып спазм тудырады. Ыстық та емес, дәл жылы, шамамен 40 градус. Бұл не береді? Мұндай су ағзаға бірден сынып кетеді. Ол кішкентай бұлақ секілді тамырлардағы түнгі қою қанды сұйылтады. Ішекті баяу оятады, ағзадан токсиндерді шығарады, зат алмасуды іске қосады. Сіздің жүрегіңіз сізге алғыс айтады. Ол біртіндеп жұмсақ түрде оянады, шамадан тыс күш салмайды. Бір стакан жылы суды іштіңіз, 15-20 минут күтіңіз. Содан кейін ғана біздің сарымсақ эликсирінің бір шай қасығын қабылдаңыз. Міне осы қарапайым әрекет сіздің таңертеңгі қысымыңызды 10-15 пунктке дейін түсіреді. Ешқандай дәрісіз. Екінші ереже – стресс кезінде дұрыс тыныс алу. Біздің басты жауымыз қайда? Басында. Біз жаңалық көреміз, қысым көтерілді. Біреу көлікте дөрекі сөйлейді, қысым көтерілді, қысым көтерілді. Тіпті жай ғана бір жаман ой келсе, самай соға бастайды. Біз үнемі жүйке кернеуінде өмір сүріп жүрміз. Бұны бұрынғы дәрігерлер жақсы түсінген. Олар науқастарына ең қарапайым тыныс алу жаттығуларын үйреткен. Егер өзіңізді ашу қысқанын, қобалжығаныңызды сезсеңіз, дәл тұрған жеріңізде мынадай әрекет жасаңыз. Мұрын арқылы жай, тыныш, баяу тыныс алыңыз және санаңыз. 1, 2, 3, 4. Ал енді ең бастысы, дем шығару 2 есе ұзақ болуы тиіс. Ауыз арқылы жайлап, ыстық шайға үрлегенде етіп шығарыңыз және санаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осыны 5-6 рет қайталаңыз. Бұл сәтте не болады? Тыныс шығаруымыз ұзақ болғанда, сіздің ағзаңыз парасимпатикалық жүйке жүйесін іске қосады, яғни тыныштандыру, тежеу жүйесін. Сіз миға белгі бересіз. Тоқта, тыныштық.
Барлығы жақсы. Тамырлардың түйілуі бірден басылады, жүрек соғысы баяулайды. Қысым көтерілуін тоқтатып, біртіндеп төмендей бастайды. Бұл бар болғаны 1 минут уақытыңызды алады, бірақ гипертониялық дағдарыстың алдын алады. Міне, бар құпиясы осы. Біздің эликсир тамырларды іштен тазартады. Жылы су таңертең жүректі қолдайды, ал тыныс алу жүйкелерімізден туындайтын сыртқы қысымнан қорғайды. Тек осының бәрі бірге жұмыс істегенде ғана нәтиже береді. Бұл сол кеңестік жүйенің мәні. Ол адамға шынайы саулықты қайтарады. Міне, қадірлі көрермен, енді сіздің қолыңызда бүкіл жүйе бар. Сол алтын эликсир рецепті. Ол тамырларды тазартады. Сол жылы судың ережесі. Ол жүректі тыныш оятады. Және сол тыныш алу, ол сізді күйзелістен қорғайды. Көрдіңіз бе? Бұл бір ғана ғажайып таблетка емес. Бұл өмір салты. Ақылды, байсалды, өз денесіне қамқор өмір салты. Сол қастерлі көрсеткіш 120-80 бұл ғажайып емес. Бұл сіздің күнделікті еңбегіңіздің нәтижесі. Сіздің денсаулығыңыз өз қолыңызда, тек өзіңізде. Мен сізге өткен ғасырдың ең дана дәрігерлері қолданған тәсілдерді жеткіздім. Бірақ тағы бір, ең соңғы және ең маңызды компонент бар. Тұрақтылық.